Сәлем! Технодом каналынан қош келдің. Бүгін біз A72 атты смартфон туралы сөйлесіп кетеміз. Бірақ оның кіші-інілері A52 және де A32 туралы да ұмытпаймыз. Кеттік. 2021 жылы нөмірі 2 санына аяқталатын Samsung-тың A сериялы смартфондарына міндетті түрде көңіл бөлу қажет. Ең керемет жағы, басқа қымбат флагмандардың ішінде болатын заттардың барлығы осы орта бағалы A72 смартфонда да бар. Өзіңіз қараңыз. 6,7 дюймдік 1080-2400 AMOLED экраны, жаңарту жиілігі 90 Гц, оперативтік ақылы 6 және 8 гигабайттық екі нұсқасы бар. Орнатылған ақылы да екі нұсқада, 128 және 256 гигабайт. 5000 мАч аккумулятор бір күнге түгел жетеді. Процессор 2,3 ГГц жиілігімен 8 ядерлік Snapdragon 720G. Ал осы жерде мені тоқтатып, көрдің бе? Басқа флагмандардың процессоры бұған қарағанда қайда мықты деп айта аларсыз. Бірақ, біріншіден, A72 оларға қарағанда 2 есе арзан, 220 мың теңге. Ал екіншіден, мен өзім ойындар ойнап көрдім, бұлай жалпы жаман емес. Сондықтан, смартфонды достардың алдында мақтанам деп емес, күнделікті қолдануға алатын болсаңыз, A72 міндетті түрде сіз үшін. Ал енді A72, A52 және A32-ның айырмашылығы неде деп сұрауыңыз мүмкін. Біріншіден, экран диагоналі. Ең үлкенінде 6,7 дюйм, A52-де 6,5 дюйм, A32-де 6,4 дюйм. A72 мен A52-ның процессорлері бірдей, ал A32-де сәл нашарлау, 2 ГГц жиілігімен Helio G80. Екі кіші моделінде оперативтік ақылы тек 4 гигабайт. Және ең соңғысы камералары да сәл нашарлау. Сөйтіп, олардың арасында үлкен айырмашылығы жоқ. Бірақ, былайша айтқанда, A32-ні мамаңызға, A52-ні қызыңызға және A72-ні өзіңізге сатып аласыз. Samsung Awesome атты түс палитрасын ұсынды. Маған A72-ның ақ түсі және A52-ның көк түстері түсті. Көзге жағымды көрінеді, тіпті әдемі деп ойлаймын. Артқы корпусы матовый поликарбонаттан жасалған. A32-ге қарағанда саусақтарыңызды қалмайды. Бұл үлкен плюс. Бірақ бұндай корпус өте сырғаныш болып келеді және де өте былғаңқы. Сондықтан да бұған міндетті түрде қап сатып алу жөн. Жыл сайын әр компания жаңа смартфон ұсынған кезінде алғашқылардан айырмашылығы болсын деп бір жаңа камера қосады. Сөйтіп сіз достармен бір жерде отқан кезде үстелдің үстіне смартфондарды қоясыз да, сізде бір жаңа камера бар екенін көріп, жаңа смартфон сатып алғаныңызды міндетті түрде біліп алады. Бұл жерде 4 камера және вспышкасы бар. Панорама режимі, макроэффекті, HDR, 3 есе оптикалық және 10 есе цифрлік зумы бар. Ал 4К видео тек артқы емес, алдыңғы камерасына да түсіреді. Қараңғы кезінің өзінде өте айқын фотолар жасауға болады. Шынында бұл фотоаппараттардың сапасына жақын. Touch ID дисплейдің ішінде орналасқан. Бір жыл бұрын бұл технология футуризм болып сезілген. Ал енді міне, орта бағалы сегменттің смартфондарында да бар. Тағы да айта кетсек, бұл жерде 3.5 проводтық наушниктарға орын қалдырған. Оны зарядтауға арналған тесіктің астына қойғаны өте ыңғайлы. Екі динамик стерео режимде тыңдау қабілетін ашты. Енді ойын барысында жау қай жерден келе жатқанын мүлдем табасыз. Ерекше заттардың бірі дисплей жарықтығы шкаласында қызыл аудан. Бұл зат не үшін тұр? Комментарийда жазып, маған бір түсіндіріңіз, өйткені мен мүлдем білмеймін. Google, Microsoft, Galaxy Store, Samsung Free, Spotify, Netflix, Game Center және тағы басқа бұның барлығы смартфонға алдын ала жазылған. Керегін қалдырып, қалғанын өшіріп тастауға болады. Осы смартфондардың сілтемелері біздің видеомыздың сипаттамасында бар. Бірақ, егер сен өзің осылардың біреуімен қолданып көрсең, өзінің экспириенсімен біздің комментариімізді бөліс. Каналға жазылуды ұмытпа, лайкты бас, және келерде көптеген обзорлар бар. Көріскенше!